Қайырлы күн. Бүгінгі жалпы тіл білімі пәні бойынша дәріс сабағымыздың тақырыбы орта ғасыр тіл білімі деп аталады. Дәріс барысында қарастырылатын негізгі сұрақтар: орта ғасыр дәуірінің ерекшеліктері, екінші әлемдік діндердің, канондық тілдердің пайда болуы, тіл біліміне тигізген әсері, және үшінші сұрақ араб тіл білімі. Бірінші сұрақ бойынша, орта ғасыр бұл адамзат қоғамы дамуының 10 шақты ғасырын қамтитын және прогресс тұрғысынан алғанда әртектес болып келетін күрделі дәуір. Европа тарихы тұрғысынан қарағанда бұл мезгілді 3 кезеңге бөлуге болады. Бірінші, үшінші, бесінші ғасырдың аралығы бұл құлдық дәуірдің ыдырап, феодалдық қоғамның құрыла бастаған кезеңі, және екінші, алтыншы, 10-шы ғасырларды қамтиды. Бұл кезең феодалдық қатынастың әбден орнығып дамыған кезеңі. Және үшінші кезең бұл 11-ші, 16-шы ғасырлардың арасын қамтиды. Бұл уақыт феодалдық қатынастың ыдырап, капиталистік қоғамның туа бастаған кезеңі. Бұл дәуірді және тарихта қайта өркендеу дәуірі деп те аталады. Орта ғасырдың өзіндік бір ерекшелігі әртүрлі діндердің әлемдік діндерге айналуы. Ондай діндердің қатарында Будда, ислам және христиан діндерін жатқызуға болады. Дүниежүзілік діндердің дамуымен қатар сол діндердің сүннет парызын, шариғатын уағыздайтын жазбалар да тарай бастады. Осы ғасырда бұл жазбалар киелі және қасиетті тіл, пайғамбарлар тілі деп аталып жарияланды. Жергілікті халықтар ол тілді жазылған аят хадистерді түсінбесе де, Құдайға құлшылық ету үшін, дұға жасау үшін жаңағы жазбаларды жаттауға міндетті болды. Бұл тіл ғылымында канондық тіл деп аталады. Сөйтіп, дін тараған аймақтарда халықтар өздерінің ана тілімен қатар канондық тілді де қолданды. Канондық тіл бірден бір дұрыс тіл деп жарияланды да, әр халықтың өзінің ана тілі, яғни сөйлеу тілі, бұл теріс тіл, пендешілік тіл деп есептелді. Жазба тіл, яғни әдеби тіл, канондық тіл болып саналды. Канондық жазбалармен қатар біраз елдерде жазба жұмысы мен әдебиет едәуір дамыды. Жергілікті тілдерді зерттеу, олардың грамматикалық ерекшеліктерін қарау, жазу талабы күн тәртібіне қойылды. Сөйтіп, 7-15 ғасырлар аралығында Иран, исланд, француз, испан, итальян, түркі, ағылшын тағы басқа тілдерде тілдердің грамматикалары зерттелініп, осы тілдердің тіл біліміне қатысты зерттеу еңбектері жарияланды. Грамматика мәселелерімен қатар ежелгі дәуірден келе жатқан зат атауларының табиғаты жөнінде мәселе де ескерусіз қалмады. Оны сөз етушілер бұл дәуірде 2 топқа бөлінді. Оның бірі реалистер, екіншісі номиналистер деп аталды. Бұл енді орта ғасыр тіл біліміне тән, лингвистикасына тән басты белгілер. Реалистер заттар жөнінде жалпы ұғым, ақиқат, ол алғашқы зат, соңғы деген идеалистік бағытты ұсынды. Ал номиналистер бұған керісінше, зат болмаса ол туралы ұғымда болмайды, сондықтан ақиқат нәрсе. Ал зат алғашқыда, бұл зат туралы ұғым, соңғы деген материалистік бағытты уағыздады. Осы орта ғасырда дамыған тіл біліміндегі басты бағыт бұл араб тіл білімі болды. Араб лингвистикасы бұл тіл білімінің тарихындағы ең дамыған ықпалды кезеңдердің бірі болып саналады. Бұл дәуір шамамен 8-14 ғасырлардың аралығын қамтиды және ислам өркениетінің дамуымен тығыз байланысты. Араб тілінің Құран тілі ретіндегі мәртебесі оны ғылыми тұрғыда зерттелуіне үлкен серпін берді. Себебі ислам дінін тарату үшін, басқа халықтарға үйрету үшін оларға Құранды үйрету керек болды. Құранды үйрену үшін олар араб тілін үйреніп оқи бастады. Және Құран тілі өзгеріске түспес үшін, жаңағы Құран тілін үйренушілер оны дұрыс түсіну үшін араб тілін зерттеу өркендеді. Осы мақсатта дамыған болатын. Яғни араб лингвистикасының дамуында осы ислам дінінің маңызы зор болды.
Араб лингвистикасы туралы алғашқы еңбектер Евфрат және Тигр бойындағы Басра және Куф деген қалаларда пайда болды. Бұл екі қалада екі грамматикалық мектеп қалыптасты, Басра мектебі мен Куфа мектебі. Олар бір-бірімен әртүрлі мәселелерде айтысқа түсіп пікір алысып отырды. Кейіннен грамматикалық ғылым орталығы бұл араб халифатының сол кездегі астанасы болған Бағдат қаласына көшті. Басра мектебінің өкілі Сибавейхи деген ғалым Аль-Китаб деген үлкен еңбек жазды. Бұл араб лингвистикасына қосылған үлкен үлес болып саналады. Мұнда 1000-нан астам өлең қамтылған араб тіліндегі. Кітаптағы мысалдар Құраннан және ертедегі араб поэзиясынан алынды. Ерте заманда араб тіл білімінде осы поэзияның дамығаны белгілі, ақындық өнердің өте шарықтап дамығаны белгілі, және лингвистикада осы ақындық пен тығыз байланысты болып, жаңағы ақындардың өлеңдерін зерттеу мен ондағы тілдік ерекшеліктерді, кейбір сөздерді мысалы халыққа түсіндірумен байланысты қалыптасқан. Сибавейхи дыбыстардың жасалуының 16 түрлі орнын көрсетеді және оларға сәйкес топтарға жіктейді. Сөз таптарын етістіктер, есімдіктер, сан есімдер деп үшке бөлген болатын. Лексикология мен лексикография саласында да арабтар айтарлықтай табысқа жетті. Олар лексика материалдарын көптеп жинап, түрлі сөздікке топтастырды, әр пәнге байланысты сөздіктер шығарып отырды. Әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фараби осы тіл білімінің бірқатар теориялық және практикалық мәселелері бойынша маңызды зерттеулер жүргізді. Ұлы ғалымның ғылымды классификация жасау деген 5 бөлімнен тұратын еңбегінің бірінші бөлімін адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасап, өзара түсінісетін құралы тілдің заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейтін ғылымға арнайды. Бұл бөлімді ғалым тіл туралы ғылым деп атайды. 11 ғасырда лексикографияда теңдесі жоқ ірі бір еңбек пайда болды. Бұл еңбек ол түрік ғалымы Махмуд Қашқаридің еңбегі болатын. Және бір айта кететін нәрсе, бұл араб лингвистикасында тілді зерттеуші ғалымдар тек қана арабтар болған жоқ. Сонымен қатар түріктер, парсылар, ирандар және басқа да ұлт өкілдерінен болды. Диуани лұғат ат түркі сөздерінің жинағы орта ғасырдағы түркі халықтарының бәріне ортақ сөздік, түрікше арабша сөздік. Бұл сөздіктің авторы ұлы филолог ғалым Махмуд Қашқари болып табылады. Ислам дінінің таралуымен бірге араб тілі бүкіл мұсылман әлемінің ғылыми және діни тіліне айналды. Құранды дұрыс оқу, түсіну және тәпсірлеу қажеттілігі тіл білімінің дамуына себеп болды. Бұл кезеңде тіл ғылымы бірнеше салаларға бөлінді, яғни араб лингвистикасы бойынша тіл, синтаксис, морфология, риторика, сөздік жасау, сөздің шығу тегі, яғни этимология, өлең өлшемі деген салаларға бөлінді, және бұлардың әрқайсының өзіндік арабша атаулары болды. Мысалы, наху, синтаксис, грамматика, сарф деген морфология, бәлаға деген риториканы білдірсе, лұғат деген сөздік жасау дегенді білдіреді. Және сөздің шығу тегі, яғни этимология араб лингвистикасында истиқақ деп аталған екен. Ал өлең өлшемі, яғни поэтиканы арабтар аруз деп атаған. Басра мектебі бұл араб лингвистикасындағы екінші мектеп. Басралықтар ережелер мен қағидаларды қатаң логикалық жүйеге келтірумен ерекшеленеді. Негізін қалаушылардың бірі Әбу әл-Асфат әл-Дуали. 7 ғасырда өмір сүрген. Бұл әд-Дуалидің ізбасарлары да араб лингвистикасының дамуына елеулі үлес қосты. Кейінірек Сибавейхи 8 ғасырда Әл-Китаб еңбегін жазып, араб грамматикасының негізін қалады. Және бұл Әл-Сибавейхидің Әл-Китаб еңбегі қазіргі заманға дейін жеткен классикалық грамматикалық кітап болып табылады. Куфа мектебінің ерекшелігі, олар практикалық тілдік материалдарға, яғни поэзия мен диалектілерге көбірек сүйенді. Куфа мектебінің негізгі өкілі Әл-Кисай, Әл-Фарра деген ғалымдар болды. Олар Басра мектебінің теориялық тұжырымдарына балама пікірлер ұсынды. Орта ғасыр араб ғалымдары негізінен тіл біліміндегі мынадай мәселелермен айналысады. Біріншіден, тілдің табиғи және келісімді сипаты. Екінші, дыбыстар мен мағынаның арасындағы байланыс. Үшінші, сөз жасам және түбір жүйесі.
араб тілі түбір негізге сүйенетін болғандықтан осы мәселемен айналысты. Және төртінші синтаксистік қатынастар мен сөйлем құрылымы. Және бесінші семантика және баяндау тәсілдері де осы Куфа мектебі және басралықтардың еңбектеріндегі негізгі қарастырылатын мәселелер болды. Жалпы араб лингвистикасының дамуы, осы араб лингвистикасындағы көптеген зерттеу еңбектері ол орта ғасыр тіл біліміндегі маңызды зерттеулер болумен қатар өзінен кейінгі ғасырлардағы тіл білімінің дамуына елеулі үлес қосты.